Баршаңызға сәлем достар. Біз сіздермен керемет салаттың бірі пражечканы дайындайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым, жасалуы өте жылдам. Керек заттардың барлығы міне бір атап өтейін сіздерге. Бізге сыр керек болады, брынза, тұзы аз болу керек. Крахмал, менде кукурузный крахмал, барынша кукурузный крахмал алуға тырысыңыздар. Помидор черри болғаны дұрыс, черри болмағандықтан осындай кәдімгі қызанақ алдым. Одан кейін бізде айсберг керек болады осындай. Салат жапырағы, мынау менде зәйтүн майы және соус песто. Осындай пияз. Қазір барлығын жасалу барысында көре жатарсыздар. Ең алдымен брынзаны қазір біз қуырып дайындаймыз. Брынзаны кесеміз. Мінекей қыздар, біз енді қазір салатымыз үшін брынзаны қуыратын боламыз. Бізде мына жерде жүгері крахмалы, яғни кукурузный крахмал. Осыған брынзамызды аунатып аламыз. Майға саламыз. Осылай қуырып аласыздар. Брынзаны қуырып аласыздар, крахмалға аунатып. Енді салатты дайындап бастаймыз. Менде барлығы жуылып, дайын тұр. Салат жапырағын қолмен үземіз. Сол секілді айсбергті де қолмен үземіз. Пияз қосамыз. Одан кейін бізге осындай маслины керек болады. Ортасынан бір-бір бөліп сала саламыз. Қаласаңыздар бүтіндей де салуға болады. Так, енді зәйтүн майы. Жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін дайындаған песто соусымыздан құямыз. Шамамен 1-2 ас қасық құйып, араластырып аламыз барлығын. Енді ыдысымызға саламыз. Брынзамызды қойып шығамыз. Перчатканы жұмыс істеймін, ыңғайсыз. Және қызанақ қойып шығамыз. Әрине, черри помидоры болса тіпті керемет болады. Және үстінен аздап кедр жаңғағын сепсеңіздер болады. Кез келген салаттың бетіне әрі беру үшін, әрі керемет дәм беру үшін осындай бальзамический соусты құйсаңыздар болады. Егер де сіздердің бальзамический соустарыңыздың аузы осындай арнайы тесігі болмаса, онда кондитерлік мешоктың көмегімен құйсаңыздар болады.
Біздің салатымыз дайын. Қараңыздар. Қандай керемет болып шықты. Рецепт ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен болған Аянат.